Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі. Сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі видеода менің айтқым келіп отырғаны бұл интернет желісінде әртүрлі жалған ақпараттардың көбейіп кеткені туралы. Мысалға, Алтайдың қазақтары Қазақстандағы қазақтардан түр әлпеті бойынша мынандай айырмашылықтар бар, немесе қазақтар көк көзді сары шашты болған, солар нағыз қазақтар деген сияқты жалған ақпараттар бар. Тіпті өңірге бөліп тастағанда, тіпті мысалға оңтүстіктің қазақтары батыстың қазақтарынан мынандай айырмашылықтары бар деген сияқты білімі жоқ адамдардың сол айтқанына кісілер сеніп қалып жатыр да. Соны мен жоққа шығару үшін нағыз кәдімгі антрополог атамыз Смағұл Оразақ атамыздың видеосын көрсеткім келіп отыр сіздерге. Ол кісі өмірінің соңына дейін антропологияны зерттеген сол мықты ақылды кісі. Соның видеосынан барлығын түсініп өздеріңіз қорытындылай аласыздар. Енді келесі сұрақтарымыз мынандай. Әр өңірдің қазақтарының бет бейнесін, антропологиялық бет бейнесін сіз жақсы білесіз. Орталық Қазақстанда кірме қазақ аздау деп сізге кезінде Әлкей Марғұлан айтқан екен. Енді сол зерттеу жұмыстарыңыздың кейбір тұстарын айта кетсеңіз, әр өңірге тиесілі қазақтың қай типологиясы жатыр, антропологиялық, соны бір айтып кетсеңіз. Жақсы, рахмет, өте қызықты сұрақ. Өмірімізді осыған арнадық қой. Марқұм Сәтбаев айтып еді, сен енді осы ғылымның саласын аяғына шейін жеткізден. Дене құрылысына қарап, қан жүйелеріне қарап, дәм сезімдеріне қарап, тіс құрылысына қарап, алақанды тері бедерелерінде, жаңа бас сүйектердің дене құрылыстарының ерекшелігін 5 саладан қарағанда қазақты аймақтарға шығыс, батыста тұрып жатқан солтүстік пен оңтүстік орталық тұрған қазақтарды бөлшектай алмайсыз. Әрбір аймақтарды салыстырғанда, жаңа жүздерге салыстырғанда, мен оларды бөле алмадым. Бізде ғалым ретінде айтып отырған сөзін тыңдаңыздар, қымбатты көрермендер. Бірлігін айтып отыр қазақтың. Бөле алмадым деп отыр антрополог ғалым. Ат түбірінде қазақты аймақтарға бөлу, Қазақстан бойынша бүгінгі қазақтарды жүзге бөлу, ешбір ғылыми негіз жоқ.